Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Үржар колледж коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Физика пәнінің оқытушысы Шенер Мадина Ивановна. Сабағымыздың тақырыбы электр заряды, зарядтың беттік және көлемдік тығыздығы, зарядтың сақталу заңы, Кулон заңы. Сабағымыздың оқыту мақсаты электр зарядын сақталу заңы мен Кулон заңын есептер шығаруда қолдану. Бүгінгі сабағымызда қолданылатын термин сөздер: электр заряды, электрический заряд, electric charge, элементар заряд, элементарный заряд, elementary charge, электрлену, электризация, electrification, оң және теріс заряд, положительный заряд, отрицательный заряд, positive charge, negative charge, зарядтардың сақталу заңы, закон сохранения заряда, the law of conservation of charge, Кулон заңы, закон Кулона, Coulomb's law, зарядталған, заряженный, charge, нүктелік заряд, точечный заряд, point charge. Бүгін сабақта осы терминдерді қолданамыз. Ой қозғау. Шарды үрлеп, оны төбеге лақтырыңыз. Ол төбеге жабысып, төмен түспейді. Ол неліктен? Ендігіде пластмасса тарақ немесе қаламды алып, шашымызға үйкелеп, қағаз қиқымдарына жақындатсақ, не байқалады? Зарядтар мен олардың өзара әрекеттесуі қалай жүзеге асады деп ойлайсыңдар? Осы сұрақтарды қоя отырып, келесі тапсырманы студенттерді топқа бөлу арқылы жұмыс жасасақ. Бұл фронтальды эксперимент. Бірінші топқа мынандай сұрақ: жанасу кезінде екі дененің де электрленуіне қалай көз жеткізуге болады? Екінші топ: екі түрлі зарядтың бар екеніне қалай көз жеткізуге болады? Үшінші топ: электр зарядын бір денеден екіншісіне жеткізуге болатынын тәжірибеден қалай көруге болады? Төртінші топ: зарядтың айналасында электр өрісі бар екеніне қалай көз жеткізуге болады? Қойылған логикалық сұрақтар арқылы және де фронтальды эксперимент арқылы студенттердің жауаптарын тыңдай отырып, жаңа сабақтың тақырыбын ашуға болады. Сонымен студенттер, бүгінгі сабағымызға қысқаша шолып өтсек. Денелердің электрленуі. Денелердің электрлену себебі екі дене әсерлескенде, мысалы үйкеліс әсерінен электрондардың бір денеден екінші денеге өте алуында. Осының нәтижесінде екі денеде электр зарядына ие болады, яғни электрленеді. Денеде электрондар саны қалыпты жағдайдағымен салыстырғанда жеткіліксіз болса, онда дене оң зарядталады. Электрондарды қосып алғанда немесе электрондарынан айырғанда дене электрленеді, яғни электр зарядын алады. Электр заряды. Янтарь жер бетінде әлденеше жүздеген мың жылдар бұрын өсіп өрген қылқан жапырақты ағаштардың қатып тасқа айналған шайыры. Грек тілінде янтарь электрон дегенді білдіреді. Гректер осы шайырды электрон, ал оған қатысты денелердің электрленуі деп атаған. Янтарь өзіне басқа денелерді тарту қабілетіне ие болғанда, оны электрленген күйде деп атайды. Электрон сөзінен электр деген сөз шықты. Электрлену барысында пайда болатын күштерді электр күштері деп атаған. Электр заряды. Бөлшектер мен денелердің сыртқы электромагниттік өріспен өзара әсерін, сондай-ақ олардың электромагниттік өрістерінің өзара байланысын анықтайтын негізгі сипаттамалардың бірі. Электр заряды екі түрге ажыратылады және ол шартты түрде
оң және теріс заряд деп аталады. Аттас зарядтың бірін-бірі тебеді, ал әр аттас заряд бірін-бірі тартады. Екінші шардың заряды қандай деп тұрған сұрақты суретті көретін болсақ, біріншіде оң заряд бір-бірін тебеді, яғни аттас зарядтар. Ал екінші суретті теріс заряд пен оң зарядтың бейнесін көреміз. Себебі екі заряд бір-бірін тартады. Келесі кезекте студенттер ұялы телефонымызға осы ссылканы жазып, YouTube каналынан өз бетімізше видеоларды қараймыз. Яғни ол осы бүгінгі өтіп жатқан сабағымызға байланысты видеороликтар. Ары қарай жалғастырамыз. Элементар бөлшектер ұғымы. Кейбір элементар бөлшектердің массасымен қатар заряды да болады. Бөлшектің заряды оның электромагниттік әрекеттесуге қабілеттілігін сипаттайды. Электр заряды бөлшексіз бола алмайды, бөлшек зарядталмаған бола алады. Элементар бөлшектердің зарядтары таңбалары бойынша әртүрлі, ал абсолют мәндері бойынша бірдей болуы мүмкін. Элементар бөлшектер мүмкін болатын ең аз зарядқа ие бола алады. Бұл зарядты одан әрі азайтуға немесе бөлуге келмейді. Электр зарядының бөлінгіштігі электрон. Атомдар мен молекулалардан тұратын бөлшектердің электр заряды бар. Электр заряды физикалық шама. Электр зарядты арттыруға және азайтуға болады. Электр зарядын бөлуге болады, бірақ оның бөліну шегі бар. Орыс ғалымы Иоффе мен американдық ғалым Милликен бір-біріне тәуелсіз электр зарядын бөлудегі тәжірибелерінің нәтижесін алған. Электр зарядының бөлінгіштігі электрон. Электр зарядының бөліну шегі бар. Ең аз теріс заряды бар бөлшек электрон деп аталады. Электронның электр заряды элементар заряд деп аталады. Электрон заряды теріс және оны Е әрпімен белгілейді. Және де ол 1,6 көбейтілген 10-19 дәрежесі кулонға тең. Электр зарядының бөлінгіштігі. Микроскопиялық денелердің заряды өзін құрайтын бөлшектер зарядының қосындысынан тұрады. Кез келген заттың атомы бейтарап, себебі атом ядросындағы оң зарядталған протондар саны оның айналасындағы теріс зарядталған электрондар санына тең. Сондықтан макроскопиялық дене электрлік бейтарап. Макроскопиялық дене электр зарядына ие болу үшін теріс зарядтың белгілі бір бөлігін онымен байланысқан оң зарядтардан бөліп алу керек. Осы процесті электрлеу деп атайды. Электрон. Электрон негізінен атомның жеңіл бөлініп кететін сыртқы бөлігі. Оң зарядталған атом ядросы мен оның сыртындағы теріс зарядты электрон бұлтының арасындағы тартылыс күші ядроның ішіндегі әрекеттесуші күшпен салыстырғанда әлсіз. Денені мынандай әдістермен электрлеуге болады. Ол жаңағы үйкеліс арқылы, одан кейін зарядталмаған денені зарядталған денеге түйістіру арқылы. Суретте көріп тұрғанымыздай янтар мен мех алынған. Электрленудің екі түрі бар дедік, оның бірі үйкеліс арқылы. Яғни янтар мен мехті бір-біріне үйкелеу арқылы оны электрлейді. Суретте қарасақ, янтар өзіне жаңағы қағаздың ұсақ ұнтақтарын өзіне қарай тартады, яғни электрленді деген сөз. Келесі суретке қарайтын болсақ, Уильям Гельберттің тәжірибесі бойынша электрленуге мысалдар келтірілген. Келесі слайдқа келетін болсақ, Эрнест Резерфордтың атомдық планетарлық моделі. Бұл жерде ядро, яғни ядроны теріс заряд бөлшек электрон айналып жүреді. Электр зарядтарының сақталу заңы.
қоршаған ортаның денелерімен әрекеттеспейтін денелер жүйесін оқшауланған немесе тұйықталған деп атаймыз. Бұл жүйедегі электрлену құбылысы электр зарядының сақталу заңына бағынады. Тұйықталған жүйедегі денелердің электрленуін барлық құбылыстарында электр зарядының қосындысына сақталады. Яғни Q1 қосылған Q2 қосылған Qn тең болады константа. Электрленуді байқауға арналған ең ыңғайлы аспап бұл электроскоп деп аталады. Электроскопта ұшына 2 жеңіл жапырақша ілінген металл өзекше. Металл сақинаға кигізілген пластмасса тығын арқылы өткізілген. Металл сақинаның екі жағында да шынымен жабылған. Егер зарядталған денені қолмен ұстаса, онда ол денеге разрядталады. Электр заряды қолымыз арқылы денеміздің бетіне таралады. Тура осы жағдай электрометр шарына тікелей қолмен емес, металл сызғышпен тигенде де қайталанады. Көлемі дене бөлігінен тудыратын электр өрісінің кернеулігі Е тең Q бөлінген 4π эпсилон нолевой R квадратқа тең болады. Мұндағы заряд көлемдік тығыздық пен оның көлемінің көбейтіндісіне тең. Зарядтың көлемдік тығыздығы мына формулалар арқылы өрнектеледі. Көлемдік зарядталған дененің толық электр өрісінің кернеулігі мына формуламен өрнектеледі. Бұл кулон құрылғысы. Кулон құрылғысы жұқа кварц сымынан зарядталған шар және шкаладан тұрады. Біртекті және әртекті зарядтардың өзара әсерлесу күштері. Суретте көріп тұрғанымыздай өзара әсерлесу күштері және зарядтар және де арақашықтық белгіленген. Әр аттас зарядтар ол бір-бірін тебеді. Бірінші сурет бойынша. Екінші суретте әр аттас зарядтар бір-бірін тартады. Кулон заңы электростатиканың негізгі заңы. Тынышталған нүктелік зарядтар арасындағы өзара әсерлесу заңы тәжірибе жүзінде 1785 жылы француз ғалымы Шарль Кулон анықтаған және оның есімімен аталады. Кулон заңы қозғалмайтын екі нүктелік заряд вакуумде зарядтардың көбейтіндісіне тура пропорционал және оның арақашықтықтың квадратына кері пропорционал болып әрекеттеседі. F тең K Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат өрнегі арқылы өрнектейміз. Мұндағы К пропорционалдық коэффициенті сандық мәні бірлік зарядтың бірлік ұзындығына тең, арақашықтықта өзара әрекеттесуші күшіне тең. Яғни К тең 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі Ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген кулон квадрат. Табиғатта бар ең кіші заряд бұл элементар бөлшектер заряды. Си бірлігінде бұл зарядтың модулі мынаған тең. Е тең 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі кулон. Өлшемдері өзара әрекеттесетін денелердің арақашықтығынан бірнеше есе кіші болатын денеде орналасқан зарядты нүктелік заряд деп атайды. Бір кулон вакуумде 1 метр арақашықтықта орналасқан, шамасы жағынан өзіне тең нүктелік зарядқа 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі Ньютон күшпен әрекет ететін нүктелік заряд. Электростатикалық күштердің суперпозиция принципі. Егер зарядталған дене бір мезгілде бірнеше зарядталған денелермен әсерлесетін болса, онда осы денеге әсер ететін қорытқы күш денеге басқа зарядталған денелер тарапынан әсер етуші күштердің векторлық қосындысына тең болады. Электр күші зарядтарының арақашықтық тәуелділігі графигі көрсетілген. Ал мына екінші графикте электр күші зарядтарының шамасына тәуелді графигі көрсетілген. Студенттерге тағы да бір тапсырма.
осы ссылканы YouTube телеарнасына жазып, ары қарай білімімізді шыңдатамыз. Сабағымызды SMS әдісі арқылы қорытындылаймыз. Сабағымызды қорытындылау үшін бүгінгі сабақта не қызық болды, бүгінгі сабақта не қиындық келтірді, бүгінгі сабақта не қажет болды деген сұрақтарға SMS арқылы жауап жазамыз.